1920-1930 20 ғасырдың бір ғана 10 жылдығында 4.500.000 қазақ қолдан жасалған аштықтан қырылды. 1937-1938 Сталиндік репрессия кезеңдерінде 118.000 адам қуғынға ұшырап, оның 25.000-і ату жазасына кесілді. Өзі аштықтан әлсіреп шыққан аз ғана халықтың бас көтерер сауаты бар адамдарын түгелге дерлік қуғынға ұшыратты. Арыстандай азаматтарымызды шибөрдей талаған қызылдардың басып жаншуы, саяси тұтқындарды аяусыз қинаған лагерлер, қазақ жеріндегі ядролық сынақтар, мәдени кемсітушіліктер, осылардың бәрі қазақ халқының 20 ғасырда бір ғана ұлттан көрген жәбірі. Бұл халықтың тағдыры 20 ғасырда басқаша болуы мүмкін бе еді? Иә, мүмкін еді. Алашорда үкіметін құрушылардың идеясы жүзеге асып, Алашорда мемлекетін құру армандары орындалғанда. Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алды деп білеміз. Бірақ осы бостандық үшін Орыс империясымен күрес 1-2 жылдың оқиғасы емес қой. Қазақ елі тәуелсіздікті сонау 1917 жылы алып кетулері мүмкін еді. Алғашқы күрес 1905 жылдардан бастап болса да, алғашқы жалпы ояну 1917 жылы Романовтар әулетінің патшалықтан құлаған кезінде болды. Ғасырлар бойы тұтас империяны билікті үстеген биліктің құлауы Әлихан Бөкейхан бастаған алашордашыларға қазақ автономиясын құруға ең ыңғайлы кезең еді. Автономия құру егеменді мемлекет құрудың алғашқы қадамы. 1917 жылы желтоқсан айында Оренбургта жалпы қазақ съезді өтіп, автономия ұйымдастыру мәселесі талқыланды. 12 желтоқсан күні Алаш автономиясы ресми түрде жарияланып, Алаш туы көтерілді. Бұл желтоқсан тарихи маңызы бар күн еді. Және де бұл съезде халық мемлекетте тәртіп орнату үшін әскер жинау, мемлекет бюджетін тағайындау және мемлекеттік басқару ісін жүргізетін Алашорда деп аталатын кеңес құрды. Кеңес құрамына Әлихан Бөкейханов, Жаһанша Досмұхамедов, Әлихан Ермеков, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Бақтыгерей Құлманұлы, Жақып Ақбайұлы, Базарбай Мәметұлы, Отыншы Әлжанұлы кірді. Үкімет басшысын осы кеңес мүшелері және әр аймақтан келген өкілдер демократиялық сайлаумен таңдады. Үш үміткер Бақтыгерей Құлманұлы, Әлихан Бөкейханов және Айдархан Тұрманұлы түскен сайлауды жабық дауыс беру арқылы Әлихан Бөкейханов 40 дауыс жинап жеңді. Алаш автономиясының құрылған кезеңі елде басқарушы қалмай, әркім өз білгенімен жүріп, жаппай тәртіпсіздіктер орнала бастаған қиын кезең еді. Сондықтан Алаш үкіметі ең алдымен жалпы халықтың қырғынға ұшырамай бір тәртіпте болуын қалады. Алғашқы уақытта Сібір автономиясының құрамында боламыз және қалаған уақытымызда тәуелсіздік алып, дербес кете аламыз деп жариялаған автономия қазақ еліне тәуелсіздік деген ұғымды қайта сіңіріп бастауды көздеген еді. Бірақ большевиктер Алаш арманын тыныштықпен орындауға мүмкіндік бермеді. 1918 жылы Кремль кеңес үкіметінің қазақ жеріндегі төтенше жағдайлардың комиссары Әліби Жангелдинге қазақ съезін қайта жинауды және сол жиында қазақ жерін кеңес үкіметінің құрамындағы автономиялық республика қылып жариялауды ұсынды. Орыс жерінде сол уақытта атаман Колчак бастаған ақтармен соғысып жатқан большевиктер сол қиын кезеңде ғана қазақ автономиясын мойындап, Алашорданы өз жағына шығаруға мүдделі болды. Ал Колчак болса қазақ автономиясын мойындаудан бас тартып, тіпті қазақ жеріне жазалаушы отряд шығаруды ұсынды. 1918 жылғы наурыз айында Сталин Алашорда басшыларымен телефон арқылы келіссөз жүргізді. Сталин мен Алаш өкілі ретінде Әлихан Бөкейхановтың орынбасары Халел Ғаббасов сөйлесті. Сталин телефон арқылы кеңес үкіметінің қазақ автономиясын толықтай мойындайтынын және олардың осы уақытқа дейінгі қабылдаған шешімдері кеңес үкіметінің халықтар арасындағы келісім заңын еш бұзбайтынын айтты. Амалы құрған кеңес үкіметі Алаш автономиясын мойындауға әзір екенін айтқаннан кейін Алаш басшылары Сталинге 11 бөлімнен тұратын келісім-шартты ұсынды. Келісім-шартта қазақ жерінде мойындалатын жалғыз билік Алаш билігі болуын сұрады. Кеңес үкіметі оған жауап қайтармай қайта қазақ автономиясына қарсы күресті бастап кетті. Осыдан бір жыл бұрын ғана 1917 жылы кеңес билігі енді орнап жатқанда, кеңес құрамындағы бар мемлекеттің тағдыры өз қолында. Бізбен қала ма әлде жеке мемлекет бола ма, өзі шешеді деген Сталин 1921 жылы ол сөзін өзі теріске шығарды. Ол кезде айтылғандардың бәрі жай ғана ұран болатын, ал біз ол ұраннан 2 жыл бұрын бас тартқанбыз. Енді осындай әрекет мемлекетке қарсы қимыл ретінде бағаланатын болады деді. Дәл осындай жағдайда большевиктер басшылықтарды алдаған еді.
1919 жылы Башқұртстан автономиялы республикасы деп мойындаған соң, башқұрт әскері қолдарына қару алып, қызылдардың билігін Украина жерінде орнатуға 1 жыл 2 айдай уақыт көмектескен. Соғыс бітуге таяп, кеңес билігі толық орнауға таярғанда, Сталин башқұрт автономиясын жариялаудан бас тартып, кеңес құрамдағы губерния қылып жариялайды. Башқұрт басшылары неге ондай шешім қабылдағанын сұрағанда Ленин бұрынғы қағаз жүзіндегі келісімдердің құны қалмағанын және мұндай аласапыран революция кезінде құжаттың құнына сенбеген дұрыс екенін айтып жауап береді. Алайда кеңес басшыларына Алаш ордасын құрту әлдеқайда қиынға түсті. Халық арасында Алаш басшыларының беделі жоғары еді. Бүкіл халықты біріктіріп үлгерген Әлихан Бөкейханов 1938 жылы қазақ халқының ешқашанда кеңес билігін мойындамайтынын және осы уақыттан бастап қазақ жерінде кеңес заңдары жүрмейтінін жариялады. Басында өз биліктерін орнатуға көмектессе автономияны мойындайтынын айтып уәде берген большевиктерге шын мәнінде бұл идея тиімсіз еді. Біреуін мойындаса, жан-жақтан кеңес құрамдары әр халық көтеріліп кетер еді. Және өзінше билеуді қалаған бұл автономиялық ұйымдар жеке мемлекет құрудың басы екен Сталин де жақсы түсінді. 1918 жылы ақтардың басшысы Колчак өзінің бүкіл Россияның басшысы деп жариялап, қазақ автономиясын мойындамайтынын және оларға қарсы соғыс жариялайтынын айтты. Бұл кезеңде Алаш ордасы 4 жақпен соғыс жүргізді. Бірінші, Сталин мен Ленин бастаған қызыл әскерлерге қарсы. Екінші, бұрынғы патша әскерінің әскербасшысы Колчак бастаған ақтарға қарсы. Үшінші, жайық бойында құралып бас көтере бастаған казак әскеріне қарсы. Төртінші, өз жерімізде Қызыл империя орнату арманына бастары айналған Амангелді Иманов пен Әліби Жангелдин жасақтарына қарсы соғысты. Бұл кезде барлық жақта орнап жатқан қызылдардың билігіне шыдамай, ақыры 1920 жылы Алаш өкілдері Сталиннің қабылдауында болып, кеңес құрамына кіретіндіктерін мойындауға мәжбүр болды. Бұрынғы Алаш басшыларына кеңес басшылары кешірім жариялап, 3-4 жыл қазақ жерін басқаруға қойып жүрді. Алайда Алаш мемлекеті құлағанымен жүректерде Алаш идеясы өлмеген болатын. Башқұртстан басшысы Заки Валиди сол кезеңде қазақ автономиясымен бірге көп құпия талқылаулардың болғанын және бұрынғы Алаш кезінде қабылданған заңдар негізінде жаңа ешкімге бағынбайтын дербес социалистік партия құру идеясы туындағанын айтты. Бұл құпия дайындалған заңдар 1926 жылы бір шетел басылымда жарияланады. Кейіннен қуғын сүргін кезеңінде Алаш басшылары ұстап берген дәлелді айғақ осы жасырын партияның заңы болды. Әр қарай барлығымызға да белгілі. Қатаң кеңестік цензура, қудалау, қуғын сүргін және соңғы ату жазасы. Осылайша, бабалар жүрегіндегі Алаш идеясын қолмен жүректі суырып қана өлтірген еді. Алаш арманының астарында қазақ жерінде дамыған Жапония тәрізді озық саяси жүйелі дамыған мемлекет құру еді. Алаш өкілдері мұсылман мемлекетін құруды армандамады. Олар дін саясаттан бөлек тұру керек деді. Алаш заңдары негізінде 5 топтан тұрды. Бірінші, қазақ жері ешқандай жеке қолдануға берілмеуі керек. Қашан қазақ өз ақылымен және өз технологиясымен жерді игеретін жағдайға жеткенше, ешқандай жер сырттан келгендерге берілмейді. Екінші бап, қазақ жерінің астындағы, үстіндегі, аспандағы нәрселердің барлығы қазақ мемлекетінің игілігіне жұмсалады. Үшінші, қазақ жерінде алынған әрбір қойдың жүні қазақтың киетін киімінің матасына ғана жұмсалуы тиіс. Сол кезде ғана біз толықтай экономикалық тәуелсіздік аламыз. Төртінші, қазақ жеріндегі ең басты ұлт ол қазақтар. Ең басты тіл ол қазақ тілі. Ең құнды мәдениет қазақ ұлтының мәдениеті. Бесінші, ұлттық әдет-ғұрыптарымызға сүйене отырып, дербес заң жүйесін жасап Жапония типтес мемлекет құру керек. Алашорда идеясы заманауи дамыған батыс мемлекеттерінің үлгісінде ұлттық ерекшеліктері айқын, қуатты мемлекет құрғысы келді. Кім біледі? Егер сол кезде Алаш идеясы іске асқанда, осы кездегі көп өкініштеріміз айтылмас па еді? Жеріміздің асты-үсті сатылған, тіпті біз емес, біздің балаларымыз өмір сүрген кезеңге де қазақ жері мен байлықтарын қалағанша пайдалана беретін қылып шетелдіктерге сатылған. Бұл ақшалар қайда кетіп жатыр? Біз қазір өзімізге тиесілінің барлығын сатып болдық. Онымен ғана қоймай,
балаларымыздың да еншілерін шетелге игер қылып жібердік. Біз ертеңгі ұрпақ бетіне қалай қараймыз? Қан тасыған революция кезінде де аздығына қарамай, бір қолына қылыш, бір қолына қалам алып шыққан ат төбеліндей ғана топтың ойлаған болашақ жайлы армандары, туған жерге деген махаббаты 70 жылдан кейін егемендік алған ұрпақтарында болмағаны ма?